Қыздар міндетті түрде күйеуге тиіңдер, отбасылы болыңдар. Жалпы қыз баланың басты мақсаттарының бірі сол шығар деп ойлаймын, так же как ерлердің. Біз ешқай жерде ондай насихат жалпы жүргізген жоқпыз, күйеуге тимеңдер деген сөз айтқан жоқпыз. Бұл әнде де дәл солай, біз автордың жалпы бұл әнді белгілеуі, бір бейнелеуі, жігіт қызға сөз салады. Сөз салған кезде қыз өзінің армандарымен, қиялдарымен, қылықтарымен екі ойлы болып тұрады. Сол сәтте ол сондай бір догадкамен айтады, әлде біреу саған құрбыларың ба, әлде басқа біреулеріме жақындарың ба, күйеуге тиме деп жүрме. Күйеуге тиме деп біреу әлде саған айта ма осылай деген сияқты сондай сұрақтар болатын. Сіздер оны керісінше бұрмалап алыпсыздар. Негізінде біздің айтқымыз келгені мүлдем басқа, сіздердің түсініп жатқандарыңыз